Осыдан көптеген ғасырлар бұрын қазіргі Қазақстан жерінде әртүрлі хандықтар болған. Солардың бірі Шейбан Әбілқайыр хандығы. Ол 40 жыл ел билеп, өз халқына қаталдық көрсетеді. Сол кезде оның қол астында Керей мен Жәнібек деген сұлтандар болады. Ол екеуі бір-біріне жақын туыс екен. Екеуінің аталары кезінде ел билеген атақты хандар болған. Керей мен Жәнібек сұлтандар Әбілқайыр ханға бағынбай, еркін өмір сүргілері келіп, өз адамдарымен бөлініп кетеді. Олар Шу өзені бойына көшіп келіп, өмір сүре бастайды. Жасы үлкен болғандықтан, халық Керейді ақ киізге көтеріп, хан етіп сайлайды. Осылайша жаңадан хандық құрылады. Оны Қазақ хандығы деп, ал оның халқын Қазақ халқы деп атай бастайды. Әбілқайыр ханның қысымына шыдамаған көп адамдар Керей мен Жәнібекті келіп паналайды. Сөйтіп, олар күннен күнге күшейе береді. Бұдан қауіптенген Әбілқайыр хан әскер жиып, ол екеуіне жорық жасайды. Бірақ орта жолда Әбілқайыр хан кенеттен ауырып, қайтыс болады. Оның хандығы ыдырап, халқының көбі Керей мен Жәнібек хандарға келіп қосылады. Осылайша Керей мен Жәнібек хандар Қазақ хандығын құрып, оны күшейте бастайды. Тарихта Керей мен Жәнібекті Қазақ хандығын құрушылар деп санайды. Бүгінгі ақпарат ұнаған болса, пікір қалдырып лүпіл баса отырыңыз. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.